World Boxing ұйымын басқаратын Геннадий Головкиннің ресейлік боксшыларға туы мен әнұранын қайтарып беруі көпшіліктің оны қалайда ақтап алуға деген ұмтылысын тудырды. Біреулер халықаралық олимпиада комитетінің ұсыныстарын желеу етсе, енді бірі спорт саясаттан тыс деген жауыр болған қағиданы алға тартады. Бірақ спорт ол саясаттың дәл өзі. Бұл қашанда солай болған. Олимпиада ойындары бастапқыда соғысқа бейбіт балама ретінде, яғни таза саяси институт ретінде құрылған. Ал соғыс саясаттың ең қатыгез әрі шоғырланған ең жоғары түрі. Нағыз қанды қақтығыстар жүріп жатқанда халықаралық спорт оқшауланған кеңістікте өмір сүре алады деу олимпиадалық қозғалыстың түпкі мәнін жоққа шығарумен тең. Мемлекеттік рәміздер, ту мен әнұран спортшыға емес, мемлекетке тиесілі. Оларды халықаралық аренаға қайтара отырып, Головкин боксшыларды емес, агрессор мемлекетті әлемдік спорт кеңістігінде заңдастырып берді. Головкиннің қандай мақсатты көздегені түсінікті. Оның ойында тек әкімшілік спорттық есеп болды. Умар Кремлев басқаратын IBA ұйымымен бәсекеде жеңіске жетіп, Ресей Федерациясына толық мемлекеттік рәміздерімен олимпиадаға қатысу мүмкіндігін уәде ету арқылы оларды World Boxing қатарына тарту. Алайда бұл әкімшілік жеңістің құны тым ауыр болды. Өз ұйымының үстемдігі үшін саяси факторды ескермеу орасан зор саяси әрі репутациялық қателік. Нәтижесінде Ресей ешқандай жауапкершілік арқаламай санкцияларға құтылғаны ма? Нәтижесінде Ресейге қандай пайда түсті? Рәміздердің толық қайтарылуы, ту, әнұран және ұлттық киім үлгісінің мақұлдануы, спортшылардың фильтрациясының жойылуы, яғни соғысты қолдауға және күштік құрылымдарға қатысы бар жоғын тексерудің тоқтатылуы. Пропагандалық жеңіс. Агрессияны тоқтатпай-ақ халықаралық оқшаулау бөгетінің бұзылып жатқанын бүкіл әлемге жар салу мүмкіндігі. Өз шешімімен Головкин боксты саясаттан арылтпақ түгілі, керісінше Кремль саясатын жеңіс тұғырына көтеріп берді. Бұл жағдай Қазақстан тұрғысынан қарағанда өте ерсі көрінеді. Қазақстан барлық халықаралық алаңдарда мемлекеттердің егемендігі, аумақтық тұтастығы және шекараның мызғымастығы қағидаттарын дәйекті түрде қорғап келеді. Осындай жағдайда жай ғана спорт шенеунігі емес, тәуелсіз Қазақстанның басты символдарының бірі саналатын Геннадий Головкин өз қолымен көршісіне соғыс ашқан елдің халықаралық оқшаулануын бұзып отыр. Саяси жауапкершілік тек жеке ниетпен емес, сенің іс-әрекетінің нәтижесі кімнің мүддесіне қызмет ететінмен де өлшенеді. Головкин спортшылар үшін бейтарап мәртебені сақтап, соғысқа қарсы қатаң тексерулер талап етіп, өзінің принципшілдігін көрсете алар еді. Оның орнына ол келісімге баруды таңдады. Мүмкін қысқа мерзімді перспективада Головкин әуесқой боксты бақылауға алу үшін Кремлевпен болған әкімшілік раундта жеңіске жеткен шығар, бірақ тарихи әрі саяси ауқымда ол өзінің мінсіз беделін күмәнді жеңіске айырбастап, миротворецтен бірақ шығып, абыройын төгіп, күйрей жеңілді деп ойлаймын.